Егер сіз жылдар бойы бала көтерте алмай жүрген болсаңыз, егер сіздің әйеліңізде бәрі жақсы деп, сізде проблема болған болса, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Мен Ернұр Айнаев, 15 жылдық тәжірибесі бар уролог-андролог PhD дәрігермін. Осы уақытқа дейін 50 мыңнан аса жігіттерге консультация жасағам, 3 мыңнан аса отбасыға балалы болуына көмектестім, Алланың қалауымен. Корея, Ресей, Турция, Иран мемлекеттерінде біліктілігімді арттырдым. Бұл парақшамда ерлер денсаулығы жайында төмендегі колокольчикке басып, тіркеліп алыңыздар. Егер сіздің үйленгеніңізге бірнеше жыл өтіп кетті, бірақ әлі балалы бола алмай жатсаңыздар, егер сіз 1, 2 немесе 3-ші әйелмен ажырасып, үшеуінен де бала көтерте алмай жатқан болсаңыз, егер сіздің әйеліңіз тексеріліп бәрі жақсы, сізде де бәрі жақсы деп екеуіңіз бірақ балалы бола алмай жатқан болсаңыз, егер сіз әлі тексерілмей, әйеліңіз 4-5 жерге барып тексеріліп бәрі керемет деген болса, егер сізде жыныс қатынасқа деген зауқыңыз жоқ, мүшеңіз әлсіреп, өзіңіз семіріп, бірақ урологқа баруға қорқып жүрген болсаңыз, егер сізде қатынас азайып кетіп, оны жұмыстан шаршап жүрмін деп отмазка айтып жүрген болсаңыз, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Жоғарыдағы айтылған шағымдармен күнде отбасылар келіп жатады. Осыны мен сіздерге толық айтып түсіндіріп кеткім келіп жатыр. Еркекті еркек қылатын орган ол жұмыртқа. Осы жұмыртқалар еркекті еркек қылады да, еркектегі үлкен проблемаларға да алып келетін осы жұмыртқа. Сол үшін осы жұмыртқа бойынша сіздерге толық ашық айтып кеткім келіп отыр. Жұмыртқа бізде дұрыс жұмыс жасау үшін ол умада орналасқан. Сыртта еркектерде салбырап тұрады. Ол сыртта салбырап тұрғаннан кейін оның температурасы 34-35 градуста жұмыс жасау керек. 34-35 градуста жұмыртқа жақсы қызмет атқарады. Жұмыртқаның қызметі ол тестостерон гормон беру және ұрық шығару. Басқа ешқандай орган ондай қызмет атқармайды. Ал жұмыртқаның температурасын 34-35 градуста ұстап тұратын ол жоғары жағындағы вена. Ол вена тек қана жұмыртқаның жоғары жағында ғана орналасу керек. Егер сол вена қандай да бір себептермен кеңейіп кететін болса, ол қандай себептер қазіргі кезде бізде жігіттер көп отырады, дұрыс ұйықтамайды, тәтті көп жейді, ауыр көтереді. Осы себептердің салдарынан бізде жұмыртқаның венасы кеңейіп, ол жұмыртқаны қоршап алады. Жұмыртқаны қоршап алған кезде жұмыртқаның температурасы 34 градус болу керек еді, венаның ішіндегі температура 36 градус, сол жұмыртқаны қоршап алған кезде жұмыртқаның температурасы 36 градусқа көтеріледі. Енді естеріңізде ма? Коронавирус кезінде біздің температура 36-6 градустан 37 немесе 37,5 градусқа көтеріліп еді, бәріміз қырылып қалайын дегенбіз. Енді ойлаңыздар, жұмыртқада 34 градус температурада жұмыртқа жақсы қызмет етеді да, ал бізде оның температурасын біз 36 градусқа көтеріп жібердік. 1 емес 2 градусқа көтеріп жібердік. Енді ойлаңыздар, оның ішіндегі ұрықтардың жағдайы не болып жатыр? Бұндай аурулар, қазір варикоцеле ауруы қазір өте жиілеп кетті. Ол бұрыннан бар еді, ал қазір ол өте жиілеп кетті. Себебі бұрындары кезде бізде жұмысымыз ондай қатты отырып істейтін болмаған. Біз көп қимылдайтынбыз бұрын. Артық салмағы бар жігіттер онша көп болмаған. Қазіргі кездегідей ерте ұйықтайтынбыз, себебі бізде естеріңізде ма, спокойной ночи малышиді көретінбіз, 9:45-те 10-да уже барып жататынбыз. Сол процестердің бәрі біздің ағзаны восстанавливать етуге өте қатты көмектесетін. Ал бізде қазір ұйқы жоқ, түнімен тик-ток, телефондамыз, 1-2-де ұйықтаймыз. Мелатонин гормонын алмаймыз, соматотропный гормонды алмаймыз, организм дұрыс восстанавливаться етілмейді. И, соответственно, мышцы, бұлшықеттердің, сосудтардың тонустары төмендейді да, венаның ішіндегі қанды жүрекке айдайтын клапанный аппарат дұрыс жұмыс жасамайды да, и бізде варикоцеле диагнозы пайда болады. И ол варикоцеле диагнозы көпшілігі қателесетіндей, ол ауру керек, ол неге ешқандай симптом белгілемейді. Көп жағдайда варикоцеле диагнозы білген кезде кеш болып жатады. Қазіргі кезде мысалы 18-20 жастағы жігіттер келеді, жаңадан үйленеді, 1 жыл, 2 жыл әйелімен бірге тұрады, бірақ бала көтермейді, келіп тексерілген кезде ұрығы жоқ деп келіп жатқан жігіттер қазір өте көбейіп кетті. Сол кезде кейбір жігіттер мен жаспын ғой деп әлі көзінен жас алып жатқан жігіттер де болады, бірақ ауру ол жасқа қарамайды. Осы варикоцеле диагнозын қаншалықты ерте анықтап, соны қаншалықты ерте операция жасайтын болса, ол бізге соншалықты жұмыртқаның қызметі жақсы қызмет етеді да, ол ертен 50, 60, 70, 80 жасқа дейін біздің қатынасқа түсуімізге
жақсы қызмет ететін болады. Бізде көбісі ойлайды, варикоцеле диагнозы ол тек қана бала көтерту үшін ғана деп, тек қана пациенттеріміз ғана емес, кейбір урологтардың өздері өкінішке орай солай қателеседі. Кей кезде даже мынандай ситуациялар болған. Менен шығады пациенттер, варикоцеле диагнозын қойдық, гормондарында өзгерістер бар, спермограммасында уже өзгерістер бар, варикоцелеге операция жасау керек деп мысалы айтқан кезде кейбір урологтарға барады, урологтар жоқ, варикоцелеге операция жасамай-ақ жүре берсе болады деген сияқты пациенттерге кейбір кезде осындай айтып жатады. Яғни қараңызда, температурасы, жұмыртқаның температурасы көтеріліп тұр, жұмыртқаның қызметі бұзылып жатыр. Оны біз анализдермен дәлелдеп тұрмыз уже, қызметі бұзылып жатқанын. Яғни бұл жерде уже операция жасалу керек. Пациентке операцияны шегеріп, ол мысалы 1-2 жылдан кейін уже түсінген кезде уже анализдері бүгінгі анализден қарағанда төмендеп келіп жатқан пациенттерді көріп жатырмыз, өкінішке орай. Енді Европейская ассоциация урологтың кеңесі бойынша қарайтын болсақ, бесплодияға алып келетін диагноздардың ішінде идиопатическое бесплодие, яғни себебі анықталмаған бесплодие, ол бірінші орында тұр. Яғни пациенттер келеді, әйелін тексереміз, күйеуін тексереміз, екеуінде де бәрі идеальны, ешқандай проблема жоқ, бірақ бала көтерте алмайды. Бұл ең қиын бесплодие. Өйткені неге мен алдыңғы Instagram парақшаларында көп айтып жатам да, неге мен жаңағы бесплодиямен келіп жатқан пациенттерде, егер варикоцеле анықталса, қайта қуану керек деп айтып жатам. Себебі бұл жерде біз примерно білеміз, қай диагноз бізде бесплодияға алып келіп жатқанын. Сол диагнозды устранить еткен кезде көп жағдайда ол отбасы бала көтеріп жатады да. Ал егер идиопатическое бесплодие, яғни себебі анықталмаған бесплодиямен келген кезде қай жағынан емдейтінімізді білмейміз да. Ол слепую ем тағайындаймыз, ал ол ем нәтиже бермей қанша уақыт емделіп жүруі мүмкін. Статистика бойынша или процентное соотношениеда екінші орында варикоцеле диагнозы тұр. Яғни бесплодиямен келген пациенттерді біз бірінші тексереміз да. Идиопатическое бесплодие деген диагноз жоқ болғандықтан аурулардың ішінде варикоцеле бірінші орында тұр ғой. Значит, бірінші орындағы диагнозды біз бірінші исключать ету керекпіз ғой. Сол үшін біз бірінші жұмыртқаны қарау керекпіз да, простатаны емес, өкінішке орай, кейбір урологтар сияқты. Себебі простатаның жұмыртқаға, ұрықтың сапасына ешқандай әсері жоқ. Простатаның ішіндегі секрет ол тек қана такси қызметін атқарады. Яғни, сіздің ұрығыңызды өзіне отырғызып алады да, ішіне салып алады да, просто жеткізетін жағына апарып жеткізеді. Яғни, максимум ол қоректі заттар береді, лимонный кислота, фруктоза сияқты ферменттар береді да, ол сіздің ұрығыңызды благополучно баратын жеріне жеткізеді, болды. Ал жұмыртқаның қызметі прямой ұрықтың сапасына, ұрықтың қызметіне, қозғалтқыштығына, ДНК-сына бәріне жауап беретін ол жұмыртқа. Сол үшін бесплодиямен келген отбасыны, яғни еркекті бірінші орында жұмыртқасында ешқандай проблема жоқ па, соны анықтау керек қой, простатаны емес. Пациенттеріме және кейбір урологтардың құлақтарына алтын сырға. Бірінші бесплодиямен келген отбасыны, бірінші жұмыртқаны жақсылап қарау керек. Екіншіден, біздің кейбір узистарымыз да жұмыртқаны қарайды да, размерін өлшеп қоя береді, болды. Бұл жерде біз венасын қарау керекпіз. Өйткені көп бесплодияға алып келіп жатқан диагноздардың ішінде осы варикоцеле диагнозы өте көп проблемаға алып келіп жатыр. Ол варикоцеле тек қана ұрықтың сапасын ғана бұзбай, бізде тестостеронды төмендетіп жатыр. Ал тестостерон төмендегеннен кейін еркекті мына тұла бойында үлкен проблема пайда болып жатыр. Ол қандай проблемалар, мен қазір айтып кетемін. Біріншіден, тестостерон гормоны біздегі майды ыдыратады денеміздегі. Яғни ол жировой гепатоз, қан тамырлардың май басуы, артық салмаққа алып келуіне кедергі болады. И және де мынау тестостерон гормоны біздің сүйектің ішіндегі минеральный плотностьті төмендетеді, яғни остеопорозға алып келеді. Сол үшін қазіргі кезде тестостерон гормоны төмендегеннің салдарынан бізде метаболический синдром пайда болып, пациенттердің, даже мен байқап жүрмін, уже жап-жас балалар, әлі 15-ке толмаған балалардың өзінде глюкозированный гемоглобині көтеріліп, предсахарный диабетке алып келіп жатқан кездер көп. Егер де пациентте, балада варикоцеле болса, тестостероны төмендеген болса, значит ол жерде жұмыртқаның өсуі или жұмыртқаның кішірейген болса, немесе өспей қалған болса, міндетті түрде варикоцелеге ота жасалу керек. Ертең ол біріншіден бала көтертуіне, түсік тастауына, немесе внематочный беременностьке алып келуден біз қорғаймыз, сақтаймыз, алдын аламыз. Түсік тастап қалса операция жасайсың деген сияқты емес. Өкінішке орай ондайды да біз естіп жатырмыз.
егер түсік тастап қоятын болса, операция қыламыз. Сол айтып жатқан адамның өзінің қызында немесе бір туысында сондай болса, қалай айтатын еді осы сөзді? Егер видео ұнаса, төмендегі колокольчикке басып қойыңыз. Егер осындай сияқты видеолар тұрақты шығып тұрған қаласаңыз, онда міндетті тіркеліп алыңыз. Және комментарийға келесі жолы қандай ақпараттар алғыларыңыз келетін, немесе мағлұматтар алғыларыңыз келетін жазып кетсеңіздер, сол ақпараттарды сіздерге беруге тырысатын боламыз.